Сәлеметсіздер ме? Мен Тоқан Бақарке, Бақтыбай Жолбарыс атындағы номер 18 орта мектеп лицейінің 9 А лицей сыныбының оқушысымын. Әрине, президент болу оңай емес. Ол үшін адам бойында үлкен олар мен мақсат, табандылық пен шыдамдылық, сарқылмас білім болуы қажет. Осы қасиеттер бойында бар деп есептегендіктен мен өзімді президент посына ұсынамын. Егер мен президент болсам, ең алдымен мектебіміздің өзін-өзі басқару ұйымын белсенді түрде жетілдіріп, мектебіміздің атын аудан, облыс, республика көлемінде шығаратын шығармашыл әрі дарынды оқушыларды әр қырынан дайындауға бар күш-жігерімді салар едім. Екіншіден, былтырғы жылдан бері республика көлемінде онлайн білім беруге көшкендіктен дебат секілді үйірмелеріміз өз жұмысын тоқтатты. Ендігі менің алдымдағы мақсат дебат жұмыстарын қолға алып, орта және жоғарғы сынып оқушыларының сөз саптауы мен сөз мәдениетін дамыту. Атап айтатын болсам, тіл мәселесі, дәстүр жалғастығы, мәдени орта қалыптастыру, инновациялық технологиялар, білім мен ғылымды қалай дамытамыз деген тақырыптардағы дебат жұмыстарын жүргізу. Мектеп біздің екінші үйіміз, ұстаз біздің екінші ата-анамыз. Ата-анамның үмітін қалай ақтасам екен деген арман секілді, мектебімнің үмітін де ақтау басты армандарымның бірі. Сондықтан да маған сенім білдіріп, мектеп президент сайлауында барынша қолдау көрсетсеңіздер, үміттеріңізді ақтауға тырысамын.